мынау қазақша обученияның ертең орысша обученияның соңғы күні, бірақ сіздермен мен қоштаспаймын. Әлі де бірге боламыз. Жетістікке жетем десеңіздер, мен әрдайым сіздерді жетістікке жетелеуге оқимын, өсіп өнемін деген лидерлерді үйретуге әрдайым дайынмын. Ана күні айтып кеттім ғой, маған жалпы үйрене алмайтын, үйренгісі келмейтін адамдарды үйрету өте қиын. Өйткені оның санасы, мен үйренетінім көп. Мен осы жерден бір сеніммен келу керек та бұндай обученияға. Егер сіз сеніммен келсеңіз, онда сіздің үйренеріңіз көп болады. Жақсы, керемет. Так, онда бастайық, уақытымызды созбайық. Бүгін 1-2 сағат обучение болатын шығар, Құдай қаласа. Өйткені анау осы уақытқа дейінгі темаларға тоқталамыз. Қазір мынау партнердан қалай активный партнерді шығару әдістермен сіздермен бөлісемін. Содан кейін барып қандай қателіктерді жасамау керек, негатив дегеніміз не, жалпы үлкен лидерлер қалай структурасын 1-2 жыл құрып атып құлатып алады. Сондай маңызды нәрселерге тоқталғым келіп тұр. Өйткені сіз оны білу керексіз. Біліп алсаңыз, осы деген ілім, соны білсеңіз, зато келесі жолы сол қателіктерді сіздердің қайталамағандарыңыз қалаймын да. Осы тренингтердің де мақсаты сол, сіздерге жәрдем беру, командаңызбен бірге сізге активный партнерлар тәрбиелеуге атсалысу. Менің де мақсатым осы, сіздерге пайдалы болсам деп, осы сіздер жетістікке жетсін деген осы мақсатпен жасалып жатқан дүние. Молодцы, уже қараңыздаршы, уақыт деген қалай зымырап өтіп жатыр да. Уже кеше ғана бастаған сияқты едік, уже аяқталуы керек қап мынау тренингтардың. Сол үшін онда бастадық, достар. Ең бірінші мәселе, кім кірмеді, олар IGTV-де сақталады, сол жерден көріп аласыздар. Мына комментарий жазып жатқандарыңызға өте рахмет, өйткені сіздің комментарияңыз маған маңызды. Неге? Өйткені мен де анализ жасаймын. Мынау тренингтерде қандай өзгеріс болып жатыр, жалпы қай жерін улучшать ету керек. Маған да ол керемет дүние. Мен байқауым керек, сізге өзгеріс болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па? Басында айтып кеттім, ол бір қағида мынандай: өзгеріс болғанын қаласаң, оны жасап үйрену керек. А жасау үшін бізге не кедергі? Ленивый мозг дейді, мынау еріншек ойлау жүйеміз кедергі да. Оны ученыйлар доказать еткен. Енді сіздерге соны ленивый мозгтың бар екенін көрсетіп, сіздерді мынау істеп жатқан іс-әрекеттеріңізді жеңілдетіп беру. Оны ауырлатпаңдар дейді, жеңілдетіңдер дейді да. А ленивый мозгқа сен жеңіл ретінде көрсете білсең, ол әрқашанда жасағысы келеді. Сол үшін өз-өзіңізбен келісім шартқа отыру бұл жерде өте маңызды. Ал онда кеттік, достар. Партнердан қалай активный партнер шығару, қандай қателіктер жасаймыз? Әне күн мен айттым, еске алып жібереге. Келді адаммен осыны келісім шартқа отырасыз, отырғаннан кейін барып оған айтып түсіндіресіз. Менің мақсатым саған ақша табуды үйрету. Жалпы бұл тірліктің қыр-сырын білу үшін саған уақыт бөлу керек. Хорошо, келістік. Енді келісу арқылы ең бірінші мынау презентацияны жаттату, оған жасату. Сосын ана тортты кесіп беру, ол жеп болғаннан кейін, оны сіңгеннен кейін екінші кусочекті беру, тортты барлық бетіне жабыстырмау, оны білдіңіздер. Біз сіздермен именно список знакомыққа кеп тоқталғам. Список знакомых дегеніміз не? Ол сенің капиталың. Онымен қалай жұмыс жасау, оны қалай постоянно процессте оны обновлять етіп отыру, ол не үшін маңызды? Өйткені ол сенің болашағың. Болашақ саған келетін партнерларың, активный, сенің лидерлерің, сенің пассивный доходың. Егер былай ақша тілде қарайтын болсақ, сол үшін оны постоянно көп лидерлердің жіберетін қателіктері бір статусқа шығып алғаннан кейін барып, список знакомықты көбісі обновлять етпейді, өз жерге добавлять етпейді. Мен былай жұмыс жасайтын, мысалға список знакомықты постоянно списокке кіргізіп отыратын. Ол дегеніміз не? Қарапайым тілде сіз
көбіне адамдармен кездесесіз, ана бір одноклассникті көріп қаласыз, құдағыңызды көріп қаласыз, жекжатыңызды көріп қаласыз, жекжаттың қасында жекжаты болады. Сол сияқты егер сен ойлау жүйеңде постоянно список знакомықты добавлять ет, ол менің капиталым деп ойланатын болсаңыз, ол сізде уже мышление кетеді да сондай. Сол үшін сіз тойға барсаңыз да, қай жерге де барсаңыз да, көріп қалған кезде сол адамдардың телефонын алу сіз үшін өте маңызды. Тойда өз жерде отырып ақпарат беру маңызды емес, тек қана телефон алып алу маңызды. Өйткені сол телефонды алып список знакомыққа салып қоясың. Егер сен список знакомықты постоянно адамдарды қосып отыратын болсаң, қандай лидер болсаң да сен қосып отыратын болсаң, өйткені ол сенің капиталың, ол капитал өсіп жатады. Ал ол капиталды дұрыс пайдалану дегеніміз екінші қадамда сол списоктен аласың да, уақытың болған кезде кешке сол адамдармен мен сізге көрсеттім, подходты телефонмен, онлайнмен встречаға шақырасың. Егер офлайн болмайтын болса, онда онлайнға встречаға. Кәдімгі осы телефонмен встречаға шақырасыз да, кәдімгі список неңізді, қаламсабыңызды, листіңізді дайындайсыз да, оған звондайсыз да, келсесіз де 25-30 минутқа оны кәдімгі осы онлайнмен. Мынандайда көп лидерлер жаңағы бойыңызға әдет қалыптаспағанда онлайнда жұмыс істеу қиын болып жатыр да, мына жерде үлкен кісілерге. Неге қиын? Өйткені офлайнда үйренгенбіз. Маған да қиын болды да, но ештеңе жоқ. Кәдімгі офлайн дегеніміз онлайнда осындай. Осыған бір үйреніп алсаңыз, өз жерде де адамдармен бүйтіп сөйлесесіз ғой, тек қана телефон арқылы сөйлесесіз да, сол үшін офлайндағыдай энтузиазммен, уверенностьпен, жаңағы құмсағатты көрсету арқылы сіз адамның ойлау жүйесіне өзгерсеңіз де, сөйтесіз де өзіңіздің маркетинг планыңызды көрсете бастайсыз. Енді бірінші, екінші рет мынау онлайнға встречаға шыққанда бәрі керемет болып кетпейді, өйткені сен үйреніп жатсың, именно сол процесс өте керемет та сен үшін. Сол үшін үйде отырып бизнес жасайтын уақыт келді да. Не обязательно офлайнда. Мысалға өген айттым, бір лидерлер айтады, ан жақта адамдарым көп дейді да. Ол региондарды ашуды, оның да өзінің қыр-сыры бар да. Егер сіз оны үйренгіңіз келсе, ол келесі лидерский тренингте мен сіздерге үйретсем болады оны. Өз жерде де керемет инструменттер беріледі да. Сол сияқты қазіргі таңда сіздерге мынау телефонмен жұмыс жасауды үйреніп алу керек. Осы сіздер үшін өте маңызды болып тұр да. Телефонмен кәдімгі кездесу жасайсыз, уақытын келісесіз, келіскеннен кейін жаңағы по порядку өзіңізге, мен сізге үйреткенде өзіңіз таныстырасыз да, құмсағатыңыз бар, маркетинг планыңыз бар, соны көрсетесіз де, артынан сізге не ұнады кешіріңіз дейсіз, продукция ма, бизнес па деп. Хорошо бизнес десе, онда бизнеспен сделканы жабасыз, сұрақ қою арқылы. Болды, жалпы қиын емес. Мынандай нәрсені түсініңіздерші, біз өмірі қиындатамыз да, қиындатқаннан кейін бар, ойлау жүйесі біз үшін жұмыс жасамайды. Сол үшін ең бірінші ойлау жүйесіне жеңілдетіп беру керек та. Так, давай мен бүгін 2 встреча жасайын, сол жасаған үшін маған осындай бір вознаграждение дегендей. Сол кезде өзіңізбен келісім шартқа тұрасыз да, ол бойыңызға әдет болып қалыптасады да. Мысалға мен қанша күн болды сіздерге тренинг беріп жатқаныма, біраздарыңызды көріп отырмын, бойларыңызға әдет қылып қалыптастырып жатсыздар да. Ал біраздарыңыз әлі жүрсіздер де. Ал жүрген адамдарға мен сізге айтайын, сіз жүрмеңіз, жасап үйренсеңізші. Өйткені сіз жасамайтын болсаңыз, ертең структураға қалай жасатасыз? Сіз бойыңыздан оны жібермесеңіз, оны ертең қалай бойыңызға сол әдет? Менің де мақсатым сіздің бойыңызға осыны әдет қылып қалыптастыру қазіргі таңда. Сол үшін активный партнерға келетін болса, жаңа список знакомых лидерлер постоянно добавлять етіп отырыңыздар. Енді партнерға список знакомых үйреттің 5-ші күні, сөйттің да келесі жолы келдің, отырдың, ал енді давай мен саған встреча жасауды үйретемін. Өз жерде ең маңызды онымен келісу. Келіскенде сразу оған айту. Так, қолыңа ручкаңды ал, өйткені мен саған 5 встреча жасауды үйретемін. 5 встреча жасауды. Ол не үшін? Ең бірінші маңыздылығын айт. Маңыздылығын айтты, жаңағы отырған партнерыңа, мынан бір нәрсені түсінейікші, неге біздің адамдар үйренгісі келмейді? Өйткені біз лидерлер оның маңыздылығын айтпаймыз да, орысша айтқанда есть цена, но нет ценности дейді да. Сол сияқты любой дүниенің сен оған маңыздылығын айтып берсең, любой адам оны жасағысы келеді.
оған ол қандай пайдалы болатын, өз жерден оның қандай пайда табатынын айтып берсең, онда ол адам саған бейімделіп, сенімен бірге жұмыс жасағысы келеді. Бұл жердегі бізді құртатын маңыздылығын айтып жеткізбейміз да. Оның маңыздылығы, мысалға мен сізге үйреттім ғой, презентация ол сенің капиталың, оны жаттасаң сен ақша табуды үйренесің деп. Ол маңыздылық. Мысалға, енді встреча жасауды не үшін үйрену керек? Өйткені встреча жасауды үйренсең, сен ақша табуды үйренесің. Сол үшін менің мақсатым саған үйрету, сол ақша табуды. Осы соның қадамы, орысша айтқанда продолжениясы. Бұның маңыздылығы, сен соны бойыңа бір сіңіріп, көріп, үйреніп алсаң, үйренгеннен кейін жасап үйренсең, онда сен ақша табуды үйренесің. Өйткені осы маңызды саған встреча жасауды үйрену. Маңыздылығын айтасың, сөйтесің де мен жұмыс жасайсың. Енді список знакомых бітті күнгіден кейін. Ендігі мәселе үлкен дүние встреча жасауды үйрету. Осы онлайн болсын, офлайн болсын, екеуі бірдей. Онлайнда встреча жасау керек болса, WhatsApp-пен шығыңыз. Прям, пока ол WhatsApp-ты білмейміз, сіз соединять етіңіз сол адамға. Сөйтіңізді жаңағы встреча жасамай тұрып, ең бірінші промоушен жасауды үйретіңіз. Бір ретте мен тоқталып кеттім ғой. Промоушен жасағанда сіздің маңызды екеніңізді ол ана адамға жеткізу керек. Көңіліңіздің ба? Маңыздылық. Өйткені біз маңызды нәрсені жақсы көреміз да, адамның бәрі жетістікке жеткісі келеді, бірақ бізге түсіндіру қажет те оған маңызды екенін осыны. Ендігі мәселе, сізге промоушен жасау керек. Мына кісі менің лидерім, бұл кісінің вообще уақыты жоқ, сіз үшін мен сұрандым, осы встречаны жасап берсін деп. Сол үшін мен сізге сұранарым, мұқият тыңдаңызшы осы кісін деп. Сізге промоушен береді, сөйтесіз де офлайнға шығасыз, мынандай онлайнға, сөйтесіз де ана ең бірінші встречаға шықпай тұрып, партнерің айтасың, 5 встреча жасауды мен саған көрсетемін. Хотите, былай істесеңіздер болады. Давай, офлайнда 3 встреча, онлайнда 3 встреча. Ол не үшін керек? Түсіндіріп бер. Қара, мен саған встреча жасауды үйретемін. Сенің мақсатың ручка алып, соны үйрену, жазып отыру. Әр встречаны күнде жазу. Көбіне бір байқағаным, бірақ встречаны жазып қояды да, кейбіреулер отырады сізді тыңдап. Үйтіп тез үйрене алмайды. Сол үшін әр встречаны жазу. Сосын кейін бар, встреча жасап болғаннан кейін екеуміз обсуждать етеміз. Мысалға, встречаны мен қалай бергенімді, неге ударение жасау керек екені. Маңызды мен саған бірінші көрсетемін, қалай істеу керек екенін. Сосын барып 4-5 встречадан кейін мен тыңдаймын, сен жасайсың. Мен істеген нәрсені, қазақша айтқанда. Сөйтіп біз оған үйретеміз. Оны былай дейді, сразу мен әнегін айтып кеттім, куриный воспитаниемен айналыспау керек. Орлиный воспитаниемен айналысу керек та. Орлиный воспитание деген партнер келді ма, оны сразу осы бастан оған жасатып үйрету керекпіз да. Оған жасатып үйрету үшін өзің жасатып көрсетіп, сосын кейін барып оған айтасың, енді сен жасайсың деп. Бұл жерде көп қателік жасайтындар, мысалға мынандай қателіктерге бой береді екенбіз да, мен анализ жасап отырсам, сіздерде де ондай бар шығар. Келісесің, көп адамдар келісім шартқа отырмайды. Жаңағы 5 встреча жасаймын, 6-шы встречаны сен жасайсың. Не үшін? Өйткені мен саған үйретуім керекпін. Көбіміз онда келісім шартқа отырмаймыз да, адаммен условия қоймаймыз да. Ал условия қойылмағаннан кейін біз сол партнерларды жаман үйретеміз да. Өйткені условия қойылмаған жерде бізге құндылық болмайды да. Ал условия сізге құндылық береді да. Құндылық дегенде условия қойсын, міне давай мен саған үйреткім келеді, осындай условия. 5 встречаны жасаймын, ол не үшін керек? Өйткені мен саған ақша табуды үйретуім керекпін. Мен көрсетемін, бәрін жасаймын, 5 встречадан кейін сен жасайсың деп. Сөйтесің де сен встречаларды жасайсың, онлайнмен болсын, офлайнмен болсын, ол қадағалайсың, ол жасайсың. Сосын кейін сразу айтасың, қара, тыңда, осы жерде бір маңызды нәрсеге тоқталғым келіп тұр. Тыңда, мақсат сенің алып келген адамды контрактқа тұрғызу, мақсат жоқ деңіз. Көрдіңіз ба? Ниетіңіз уже новый подход. Айтыңыз, менің мақсатым сені үйрету, саған ақша табуды үйрету, сразу контрактқа тұрғызам деген мақсатты алып таста. Сол кезде сізге жеңіл болады, лидерге де. Өйткені новичок келген кезде сіз енді, қараңызшы, сіз лидер болсаңыз мейлі жақсы. Новичок болсаңыз да практика жүзінде, мысалға сол 4-5 встречаны жасаған кезде сіз оны контрактқа тұрғыза алмасаңыз не болады? Айтыңызшы.
Ондай практикада болады, мен сізге айтайын. Контрактқа тұрғыза алмадыңыз. Не болды? Сол кезде сіздің новичогыңыз сізге қарайды да, как-то кішкене сомнение пайда болады да. Егер басынан сенің ниетің сені үйрету, мәселе контрактқа тұрғызу емес, саған үйрету, сен контрактқа тұрғызып үйрену керексің деп, сол ниетпен сен встреча жасайтын болсаң, сол моментте мен наставник мен солай үйретті да. Енді бірінші встречаға келдік, промоушн берді, мен ол встречаны өткіздім. Сөйттім да өткізіп болғаннан кейін барып, жаңағының сразу партнерымды қараймын да, мынандай списогын көремін да, міне опа, так, не жаздың, хорошо, мына дүниелерді түртіп қойыпсың, мынау өте маңызды нәрсе, молодец. Енді давай, екінші встреча. Ал офлайнда ол былай болады да, мен офлайнда встреча жасайтын болсам, мен сразу оған айтам, так, каталогты, продукцияны ұмытып кетпе, соны сен алып кел деп, мен оған не істей бастаймын? Жаңағы кішкене задача бере бастаймын да, ақырын задачаны. Сол кезде ол уже жауапкершілікті алады, каталог продукцияны встречаға алып келеді. Сосын встреча болатын жерді дайында деймін. А онлайнда ол қалай болады? Онлайнда мен оған сразу айтам, давай мұқият бол, ешкім жаңа балашаға шулап кетпесін, бір бөлмені дайында, өз жерде артық нәрсе болмасын. Сөйтіп жақсы еститін бол, ручкаңмен неңді жазып отыр деймін, онлайнда мен оны солай дайындаймын. Сөйтеміз да бір встреча жасадық, 2 встреча жасадық, 3 встреча жасадық, 4 встреча жасадық. Әр встречада не түсінгенін мен оған сұрап отырамын. Сосын барып, екінші встречадан кейін барып, онлайнда мен оған айтам, так, давай, сен көзіңе елестетші деймін да, екінші встречадан кейін, қараңыз, мұқият тыңдаңызшы, бір қадаммен де, екінші қадамнан кейін, 2 встречадан кейін, мен оған айтам, давай, екеуміз связьға шығайық, енді сен көзіңе елестет, мен сенің приглашенныйым деймін. Сен мені шақырдың. Мен сен наставник емеспін деймін. Ал енді давай, екеуміз онлайнмен тренировка жасайық. Сен мені встречаға шақырдың, енді сен встреча жасамаған деп. Прям өстіп онлайнда ол маған сұрақ қоя бастайды. Міне встреча былай, келгенде, мысалға сіз маған промоушн бердіңіз, мен келдім, ең бірінші маңызды нәрсе өзім таныстырып өтеді, мен осындаймын, анөгін презентациядағы мынау болып атқан дүниелердің бәрі мен сіздерге бердім. Презентациядағыдай ол өзін таныстырады, кешіріңіз, так, мына встречаны бастамай тұрып, мен 1-2 сұрағым бар еді дейді маған. Хорошо, қойыңыз 1-2 сұрағыңызды деймін. Кешіріңіз, егер жаңағыдай таныс адам болатын болса, онда да ол сұрақ қояды да, енді ол таныс адамға сұрақ қалай қойылады? Мысалға, мен сені білемін, осындай жұмыста жасайтыныңды, айтшы, сенің айлағың саған жете ма, өзің потребностіңді жапқанға деген сұрақтан бастайды да, больной темадан. Ол маған қояды, мен прям образдамын, так, кейде айтамын, жетеді деймін, кейде жетпейді деп айтамын. Өйткені мен оны дайындауым керек. Не обязательно онымен мен постоянно соглашаться етпеймін. Өйткені мен оны уже тренировкада дайындау керекпін да. Сөйтіп ол сұрақ қояды, сұрақ қойғаннан кейін барып ол айтады, жақсы, онда маңызды, біздің келісім бойынша, онда мен сізге бір адамдардың өміріне өзгеріс алып келген бір схема көрсетіп жіберейін дейді, ол маған құмсағат сызып көрсете бастайды. Сөйтіп екеуміз тренировка жасап атамыз да, 5 встречаға дейін. Түсініңіз ба? 3-ші встречада тренировка жасаймыз да, ендігі мәселе 5-ші встреча келді. 5-ші встреча. 5-ші встреча келгенде сіз ойлаңызшы, алдыңызға өз жерде бір онлайн болсын, офлайн болсын, амбициозный адам кеп қалып деңіз. И сол кезде ол не деп айтады? Так, амбициозный адам кеп қалды. Сіз өткізе саңызшы, келесі жолы мен өткізем, мына адам контрактқа жазу керек деп айтуы мүмкін да. Сол моментте көп лидерлер соған поддаваться етіп кетеді. Мен де талай поддаваться еткем да, мына кісіні жазу керек деп. Мысалға, мен наставнигіммен 5-ші встречада келісім шартқа келген кезде, солай мен үйреткен кезде, бір амбициозный адам келді, сол кезде мен айтам да, Сергей деймін да, надо его подписать, давай ты проведи встречу, потом 6-й да, мен встреча жасайын десем, Сергей аяғына бір тұртты да, нет, Мақсат, давай не будем нарушать. Ты помнишь, я же тебе говорил, дело не в том, чтобы заключить контракт. Моя цель – научить тебя. Мәселе оны контрактқа тұрғызуда емес, мәселе сені үйретуде. Осы нені маңызды нәрсені тыңдап алыңыздаршы, өйткені сіздердің араларыңызда көптеген лидерлер бар, контрактқа жақсы тұрғыза аламыз, бірақ адамдарды тұрғызуды үйрете алмаймыз.
партнердан ключевой партнерді тәрбиелей алмаймыз. Бірақ контрактқа жақсы тұрғызамыз. Сол үшін неге оны көп лидерлер бойына сіңіргісі келмейді, өйткені осы жерде усилие вкладывать ету керек та. Сол моментте, сол жерде маған менің наставнигім не деп айтты? Наставнигім айтты, Мақсат деді, тоқта, біз принципті нарушать етпейік деді. Маған маңызды сенсің деді. Маңызды сенсің. Маған сен үйрету, ол кісіні контрактқа тұрғызу маңызды емес деді. Енді келісім бойынша сен өткіз встречаны деді. Ал көп лидерлердің қателіктері қалай? Любой амбициозный адам келсе, былай тұр, осыны жазып алу керекпіз дейді да, ниетіміз бұзылып кетеді да, оны контрактқа тұрғызу керек ниетке кетіп қаламыз да. Ал біздің ниетіміз оған үйрету емес па? Көбіне өз жерде біз қателік жасайтын сияқтымыз да. Мынау новичоктарға қиын болуы мүмкін. Лидерлерге айтатын, өз жерде сол ниетті бұзып жібермеңіздер. Өйткені сенің мақсатың команданы, жаңа ключевой адамды шығару ғой. Сол үшін өз жерде сол құндылықты ұстану керек та. Егер сіз айтқан құндылығыңызды ұстанып отырсаңыз, сіздің партнеріңіз де сол құндылыққа үйрене бастайды. Бізді құртатын не? Жаңа контрактқа тұрғызып, соны астына жазып беріп, жаңағы соны кіргізіп жіберу да біздің мақсатымыз. Мақсат олай емес, біз перепись населениемен айналыспаймыз. Менің мақсатым ключевой партнерді маған тәрбиелеу. Кім отырса да мен құндылығымды бұзбаймын. Хоть министр келіп алдында отырса да, сол моментте мен наставнигім не істеді? Давай Мақсат деп аяғымнан шымшып жіберді. Сол моментте мен деген терлеп кеткем. Былай отырып, әйтеуір үйтіп бірінші встречаны өткіздім. Бірақ шынымен ашуланып отырмын. Жазып берсе де болатын еді ғой, неге үйтіп отыр деп. Сөйтсе менің наставнигім дальновидный екен де, ол менің маңызды екенімді, сенің үйренгенің маңызды екенін ол іс-әрекетімен көрсетеді да. Көбіне біз де маңызды екенімізді көрсетіп айтамыз, сен маған маңыздысың деп айтамыз да, бірақ өз жерде іс-әрекетімізбен лидерлер көрсете алмаймыз да. Жаңағы мимолетный дүниеге алданып қалады екенбіз да. Жаңағы бір күндік қарнымыз тоқ дүниеге біз алданып қаламыз да. Сол үшін жаңағыдай дальновидный мышление жоқ та. Сол құндылықты аттап кетпеу керек. Егер сен сол құндылықта болатын болсаң, адамдарың да соған бой түзеп, сенен сол нәрсені үйрене бастайды да. Сол нәрсені. Сөйтіп мен встреча бітті, терледім, әйтеуір бір нәрсені айтып шықтым. Сөйтіп жаңағы кісі кеткеннен кейін маған наставнигім, Мақсат, рахмет саған. Үлкен рахмет, сен молодессің деп айтты. Сонда таң қалып қарап тұрып, не үшін молодеспін дедім да. Контрактқа тұрған жоқ қой ол дедім да. Деп ашуланып отырмын да, не үшін? Өйткені сен бірінші кездесуді жасадың, мен сені құттықтаймын. Сосын кейін барып, маңызды, сен жақсы өткіздің бірінші кездесуіңді. А мен бірінші кездесуімді вообще сен сияқты өткізе алмағам. Өзімді есіме түсірдім деп, мені жақсы жағымды түртіп, бірінші кездесуімді өткізген үшін қолымнан ұстап, сен молодессің деп айтты. Сонда мен бүйтіп қарадым да, шынымен маған да бір керемет болды. Өйткені осындай бірінші кездесу жасау. Мақсат, мен саған айтамын ғой, маған маңызды сені үйрету. Маған маңызды емес. Мен жазып берген адамдарды жазып беретін болсам саған дейді да, ертең егер сен бұны меңгеріп үйреніп алмайтын болсаң, одан ешқандай бір жетістік болмайды дейді да. Сол үшін менің мақсатым саған үйрету деп мені құттықтады да. Сол кезде мен әжептәуір бір импульс байқадым да. Сол моментте мен түсіндім да. Ал енді көп қателік, лидерлердің жасайтын қателігі қай жерде? Осы жерде алданып қаламыз да, жаңағы мимолетный нәрсеге сөйтіп контрактқа тұрғызып алу маңызды болып кетеді да. Ол маңызды емес қой, маңызды оны үйрету. Сөйтіп мені вдохновлять етті. Сөйтті да, ал енді болды, ал енді Мақсат деді, встречаңды отырып талдайық деді да. Құттықтады, настроением көтеріп қалды. Молодец, өстіп үйренесің. Мен де өстіп үйренгем. Мен де сен сияқты болғам деген тактиканы постоянно пайдаланыңыздар. Өте керемет дүние. Бір ретте де осыны айттым. Осы бір керемет та, бұл мен де сен сияқты болғам, мен де өстігем,
Мен де бірінші встречамда қателіктер осындай болған, бірақ сен менің бірінші встречама қарағанда сен жақсы өткіздің деген әжептәуір адамға энергия береді. Ап көбіміз мынандай диктаторский методке отырып алғанымызда, бірінші встреча дұрыс өткізбесе, ой, сен дұрыс өткізе алмадың, или көп лидерлер айтады, ой, былай тұра тұр, сен дұрыс айтамайсың, мен айтайын, мен керемет айтамын. Иә, керемет айтасың, мен де керемет айтамын. Но маңызды емес қой сенің керемет айтқаның. Оны сен білесің, сен контрактқа тұрғыза аласың. Иә, сен жақсы лидерсің. Мен сені құттықтаймын. Бірақ маңызды бізге ключевой партнерларды шығару ғой, команданы үлкейту ғой. А команданы үлкейту үшін сенің жаңағы ниетің командада болу керек қой. Осыған ударение бермейміз де көбімізше. Осы мәселе бұл дальновидный нәрсе. Егер сен 2 жыл бойы осыған ударение беріп, осыны жасап, осыны сіңіріп, адамдарға үйретіп, маңызды маған сенсің, сенің үйренгенің маңызды деп, күнде осындай жақсы сөздер айтып, оны вдохновлять етіп, мен сенен де төмен болғам деп, өзіңнің сатыңды төмендетіп, ол адамның көзінше осы тактиканы пайдаланатын болсаңыз, мен сізге айтайын, сіз мынандай лидер боласыз. Адамдар нені жақсы көреді? Адамдар простатаны жақсы көреді. А көп лидерлердің қателігі не? Қателігі как будто аспаннан түскендей болып көрсетеді сол нәрсені. Үйтпеңіз, сөйтіп сол нәрсені жасап атсаңыз, аяқ жағында айтыңыз, мен де сендей болғам деп. Сол нәрсе әжептәуір импульс береді. Ал енді сіздердің де партнерларыңыздың көбісі бұл нәрсені меңгермеген адамдар, бұл нәрсені көрмеген адамдар. А сен оған, мен де сендей болғам деген сөзді көп айтатын болсаң, ол әжептәуір оған сенім береді. Сенім береді. Содан кейін барып отырды да, ал енді Мақсат бірінші встречаң құтты болсын деді, енді талдайық деді. Так, Мақсат, бәрін дұрыс өткіздің, керемет, сен үйреніп жатсың. Так, мына жерде давай былай істейік, келесі жолы мынаны былай істе, мынаны былай жаса. Хорошо? Давай тренировка жасайық. Маған айтшы соларды, жаңағы жердегі. Қорықпа, сенің алдында отқан адам бұл ақпаратты дұрыс білмейді. Сен қателік жасап атқанды ол көп тұрған жоқ. Өйткені сенің компанияның ақпаратын сен жақсы білесің. Өйткені сен қате айтып атсаң да, ол түсініп атқан жоқ оны. Түсінің ба? Сол үшін мына жерде нағайт, сөйтті жаңағы шіле неге подаваться етпе, дейді да мені талдап көрсетті бірінші встречада. Әжептәуір не қылдым? Ал енді екінші встречаны жасайық дейді. Сөйтіп екінші встречада келдім, уже екінші встречада отырмын, уже бірінші встреча жасағам ғой, екінші встречаны жасадым. А наставнигім қасымда қарап отыр. Қарап отырды да, сөйтті да екінші встречада мысалға адам келді, сұрақ қою арқылы, наставниктің поддержкасы бір нәрсені түсініңіздерші, өте маңызды. Сен бар, өзің жаса, мен саған айттым ғой, соны сөйтіп істеп кел деген, ол диктаторский метод, мен сізге айтайын. Мен оны үйтіп жасағам, айттым ғой дегенмен сен жасап көрсетпейтін болсаң, ол адам жасамайды екен де, мен соны түсіндім да. Осы жерде сіздерге кішкене сабырлық керек болып тұр да. Осы нәрсені бойыңызға сіңіріп, осы нәрсені потокқа қойып алсаңыз, бір-екі ключевой адамды тәрбиелеуді сіз үйреніп алсаңыз, мен сізге айтайын, керемет болады да. Өйткені сіз білесіз да, ал келген потокты сен сөйтіп өткізе бересіз да. Бір айда ақырын, неге айтам ударение берме деймді, сөйтіп қоямды, сосын кейін барып, сенде мынандай ойлау жүйесі қалыптаса бастайды да, үйренем деген адамдарды мен үйрете аламын дейсіз да, бірақ сен оған уақыт бөлу керексің деп. Сөйтіп сенің новичоктарың уже үйрене бастайды да, өйткені сенің көрсеткен дүниені олар үйренеді. Сосын маңыздысы, қараңызшы, дұрыс үйреттіңіз, ол новичокты қой, бір адамды болсын, 2 адамды болсын, сіз дұрыс үйреттіңіз да. Ал енді ол не істейді? Ол сені копирует етеді ғой. Ертең ол да өз структурасын тура сен қалай үйреттің, тура сол методпен не істей бастайды? Үйрете бастайды. А неге көп адамдар лидерлерді копирует ете алмайды? Неге дубликация жоқ? Өйткені жаңағыдай қателіктерге бой береміз да, контрактқа тұрғызып жіберу, мен де сондай болдық деп айтпаймыз, простатамызды көрсетпейміз, как будто бір аспаннан түскен лидер құсап, жаңағы диктаторский метіңіз, неғып бүйтпейсің, неғып сөйтпейсің деген нәрселерді қоса бастаймыз. А оны
жаңағы адамдарға ол дүние ұнамайды. Мысалға мен сізге неге бүйтпейсіңдер? Бір апта болды обучение қатысып жатсыңдар. Неге сен домашний задание істемейсің? Бүйтінбейсің ба, сөйтпейсің ба деп, сөйтіп диктаторский методпен мен сізге айтып отырсам, сізге ұнай ма? Жоқ, біраздарыңыз ұнамайды. Айтасың, неге өзінше болып отыр мынау деп. Түсіндіңіз ба? Сол сияқты адамдар бір-бірімізге ұқсаймыз да. Сол үшін мынау тактичный методты сізге структураға осыны қосып үйрену керек та. Сосын үшінші встреча жасаймыз, 5 встреча жасап берді. Үшінші встреча, енді онлайнға встречаға шыққанда да тура сондай. Сөйтеміз да оны тренировка жана натачиваем навык дегеніміз бойымызға сіңіруді тренировка жасап үйретеміз да. Сонда жаңағы мен айттым ғой ана күні, тяжело в учениях, легко в бою дегеніміз не? Чемпиондар неге рингта чемпион болмайды? Рингтің сыртында өткен сен үйренесің. Осы тренировкадан көп лидерлер қашамыз да. Осы тренировкадан. Осы жерде үйрету үшін еңбек ету керек, ол адаммен жұмыс жасау керек. Өйткені разный адамдар кездеседі, разный контингент кездеседі. Түсініңіз ба? Енді солармен жұмыс жасау арқылы біз тәжірибе жинамаймыз ба? Сол тәжірибеміз бізді үлкен лидерский статус қалып бармай ма? Осы тәжірибеден көбіміз қашамыз да. А оны жасау жеңіл. Егер жасап үйреніп атсаң, жаңағыда екі ключевой адамды тәрбиелеуді үйрендің ба, болды ғой. Сен оны аласың да потокқа қоясың да, ай сайын екі ключевой адамнан тәрбиелеп отырасың да. Сол кезде сенің уақытың жоқ. Артыңдағы анау методтарды айттым ғой. Қазір сенде уақыт болғанымен, ертең менде болмай қалуы деп айтатын болсаңыз, ол күнде сыртыңыздан қарайды. Сіздің обучениеңізге келмеген адам, слушайте, постоянно встречадасың, постоянно онлайндасың. Сөйтесің да новичоктарыңды үйретесің. Сөйтіп жаңағы ключевой партнерларыңды 5-6-тауын үйреттің ба, сол 5-6-тауынан үйренген адамдарға бір чат создавать етіп қой. Чат. Именно үйренген адамдарға. Оларға уже отдельно обучение қоясың. Сол сияқты қызық дүниелерді жасайтын болсаң, оларды қадағалайтын болсаң, сөйтіп жаңағыны бір потокқа қойып алсаң, тура сол потокпен айланыса бастайсың. Сонда сенде уақыт болмайды, шынымен де. Сен өткені келесі айда тағы ключевой партнер тәрбиелеген келеді. Келесі айда тағы регионға барсаң, сен осыны сіңіріп алсаң, сразу регионға барасың да, мақсат товар оборот беру емес. Регионға барған кезде мақсат ключевой партнерді тәрбиелеу. Сен оны үйреніп алдың да, регионда бір айда уже сен 2 ключевой адамды тәрбиелеп шығасың да. Сөйтіп оған да жасатып үйретесің да, и көзіңмен қадағалайсың. Ол уже жасап үйренді деп контрактқа тұрғызып уже товар оборот кетті дегенде уже сол регионнан кете бастайсыз да. Қазір жақсы ғой, онлайнмен уже связьға шыға бастайсыз да. Сол үшін партнердан активный партнерді тәрбиелеу дегеніміз осыған мұқият болу керек та. И соған поддержка беріп психологический, настроениесі болмай қалуы мүмкін. Сөйтіп 3-4 встречадан кейін барып, не болады? Оның өзін встречаға шақырасың. Өзін встреча жасастасын да, ал енді мен наставник айтады, мақсат болды осымен, енді давай 4-ші встречаны өзің жаса, хорошо? Деп. Я говорю, все, поддержканы береді, қолыңда бар. Потому что сен мені көргеннен кейін сәл-сәл не қыласың, өзің ашылып жаса дейді. Сөйтем да мен 4-ші встречаны жасаймын. Ал негізі мені наставнигім қалай үйретті, мен сізге айтайын, ол былай болған. Сөйтіп көрсетіп жүрді, ол общий городской презентацияларды үйретті да, мектептерге барып, келісім шарт жасап, жаңағы